Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен Айгерім өзімнің арнамда үй жағдайында осындай дәмі ауызда еритін шаймен ішкенге өте керемет жұмсақ печеньелер дайындайтын боламыз. Мен бұл жерде бірден 2 порциясын жасадым, себебі бір отырғанда қалай жеп қойғандарыңызды білмей қаласыздар. Сол себепті де осылай мен секілді бірден 2 порциясын жасасаңыздар болады. Ал достар, сіздер де менімен бірге дәл осы печеньені видеоның соңына дейін қарап, бірге дайындаңыздар. Ал мен көп созбай өзімнің рецептіме көшейін. Рецептке көшпес бұрын ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, менің салған видеоларым сіздерге бірінші болып шығып тұратын болады. Ал достар, біздің рецептімізге көшейік. Осындай електен өткізіп алған ұнымызды бөлек таза ыдысымызға салып аламыз. Оның үстіне қопсытқышымызды саламыз және де кішкене тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді осы ұнымыздың үстіне бөлме температурасында жібіген майымызды салып, жақсылап қолымыздың көмегімен үгітіп алатын боламыз. Мінекей достар, сіздердің де ұндарыңыз дәл осылай үгітілмелі болып тұру керек. Енді дайын ұнымыздың үстіне осы қаймағымызды салып, жақсылап тұрып қолымызбен мышқылап, қамырымызды илеп алатын боламыз. Біздің қамырымыз осындай қолға жабыспайтындай өте жұмсақ қамыр болу керек. Енді дайын болған қамырымыздың бетін жауып, тоңазытқышымызға жарты минутқа демалдырып алатын боламыз. Осы аралықта біз печеньеміздің ортасына салынатын начинкасын дайындайтын боламыз. Начинка бізде осындай творогтан жасалынады. Сіздер қалаған өз қалауларыңызша творогтарыңызды пайдалана берсеңіздер болады. Творогымыздың үстіне жұмыртқаның сарысын ғана бөліп салып алатын боламыз. Дәміне қарай қант саламыз. Мен сіздерге астына міндетті түрде қалдырып кетемін, қанша мөлшер керегін. Осының үстіне кукурузный крахмал салатын боламыз. Барлығын жақсылап, осылай вилканың көмегімен немесе блендермен де осылай жақсылап езіп алсаңыздар болады. Біздің қамырымызда дайын. Енді осы қамырымызды мен 2 бөлікке бөліп алатын боламын. Алдында айта кеткендей, мен бұл жерде 2 порциясын бірден жасадым. Сол себепті де менде осындай 2 бөлік қамыр шығады. Қамырымызды жақсылап илеп аламыз дағыны, жайып шығатын боламыз, жұқа етіп. Енді достар, жайылған қамырымызды осылай домалақ етіп барлығын мен секілді пилайдың көмегімен пайдаланып бөліп алсаңыздар болады. Енді осы домаланған қамырларымызды алып оқтаудың көмегімен сопақша етіп дәл осылай жайып шығамыз. Барлығын алдын ала осылайынан жайып алсаңыздар болады мен секілді. Енді осылардың үстіне дайын болған начинкаларымызды салып шығатын боламыз. Енді біз печеньеміздің формасын дайындайтын боламыз. Дәл мен секілді видеодағыдай бірге жасап қайталасаңыздар болады. Екі жағын бірін-біріне біріктіреміз. Одан кейін барып осылай айдың формасына секілді қайырып қоятын боламыз. Енді достар, дайын болған печеньемізді листімізге саламыз және де қызып тұрған пешімізде 180 градуста 20-25 минуттай пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, біздің печеньелеріміз де пісіп шықты. Бетін қатты қызартпаймыз, сап-сары қылып дәл осылай пісіріп аламыз печеньелерді. Және де суығаннан кейін қалауларыңызша осылай сахарный пудраларыңызды сеуіп, сәндеп қойсаңыздар болады.
Ал достар, мен енді ыстық печеньелермен отырып ыстық шайымды ішіп алайын. Ал сіздерге менімен бірге видеоның соңына дейін тамашалағандарыңызға көп рахмет. Сіздер де үй жағдайында дәл осы печеньелерді міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де мен секілді бірден 2 порциясын жасап көріңіздер. Себебі бір отырғанда бұл печеньені қалай жеп қойғандарыңызды өздеріңіз де білмей қалатын боласыздар. Ал достар, менің видео рецептім сіздерге ұнаса, міндетті түрде каналыма жазылып, лайктарыңызды басып кетіңіздер. Мен сіздермен келесі керемет осындай рецепттермен кездескенше қоштасамын. Сау болыңыздар.